Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге машинка жасап көрсететін боламын. Оңай жолменен, әрі қарапайым тез жасау жолменен көрсететін боламын. Мен алдын ала мастиканы осылай домалақтап аламын, дөңгелектеп. Енді осыдан осындай основаны жасаймыз машинканы. Осылай алтын шығарып аламыз бірінші. Артқы жағында дәл солай басып шығарып аламыз. Артын осылай жоғары қарай қайырамыз. Көтереміз. Ана бізде машинка дайын. Мына осылай жасаймыз. Енді бұған фарларын, көздерін жасаймыз, дөңгелектерін. Мына ақ мастиканы алып, енді көздерін жасаймыз. Терезелерін. Екеуін шығарып алдым. Дәл осылай кестім. Екіншісінде солай кессеңіз болады. Немесе осылай қалдырсаңыз да болады. Енді клейлеп жапсырамыз. Осындай дөңгелек вырубканы аламыз. Осылай қойып, аузын шығарып аламыз. Ана енді фарларын жасаймыз. Сары светпенен екі шетіне. Осылай мастиканы бірдей етіп дөңгелектейміз. Екші осылай, екшетіне жабыстырып шығамыз. Енді көздерін жасаймыз. Көздеріне бірінші көк түстіні домалақтап жабыстырамыз. Осылай.
осылай жасасаңыздар да болады. Тез дайын болады. Енді тек бізде дөңгелектер қалды. Қара мастиканы алып, мынандай хирургкамен штамповка жасасаңыздар да болады, не болмаса осылай жасап, оны кесіп дөңгелек жасасақ та болады. Мен осылай аламын көбіне. Өстіп кесіп шығарсаңыздар да тез дайын болады. Мына. Енді бұны жабыстырамыз. Мына. Біздің машинка дайын. Дөңгелектері әдемі көрінсін десеңіз, осындай звездочкадан штамповка жасап, жабыстырсаңыздар да болады. Мінекей. Дөңгелектеріне жабыстырып шығамыз. Әдемі көріну үшін сары түсті пайдалансақ та болады. Мына. Штамповкалардан пайдаланып, жоғарысына машинканың жабыстырсақ та болады. Алдына жабыстырсақ та өте әдемі бұл. Мінекей. Міне, бізде машинкамыз дайын. Өте оңай, қарап тұрғандарыңыздай тез дайын болды.
әрі қарапайым түрде, әрі әдемі болып шықты. Сіздерге ұнаған болса, бүгінгі түсірген видеоролигім маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар.